Бауыржан, не тізім жазып отырсың? Асығыссың ғой өзің. Нұржан, азық-түліктің бағасы күн санап артып келеді. Оның үстіне жаңа жылдан соң қымбаттап жатыр дейді ғой. Бұл әрекетің орында. Барлығы қашанда арзанын алып қалу керек деп үлгеріп жатады. Бірақ экономистердің айтуынша, Бауыржан, алдымен қаражатың есептеп алып, дүкенге жұмсайтын ең жоғары соманы бөлек қою керек. Сен сияқты нақты жазып, нақты не керегін біліп, қаржыны да бөлек базарлыққа алып, артық шығынға ұшырамайды екен сонда. Міне қызық. Мен кейде тізімді жазып алып, тізімде жоқ заттарға қарай жүгіріп кетем. Одан бөлек дайын салат, кесілген жеміс-жидек, тіпті кесілген нанға да қызығып алып алам да, үйге келіп бағасын көрген соң, өзім-ақ осын кесе салсам болады ғой деп ойлап өкініп қалам. Сонымен қатар қарын аш кезде базарлауға болмайды. Өйткені адам қарны ашқанда болатын да болмайтын да дүниені ала беруге болады. Үйге келіп керек емес те алған екен ме деп отырасың. Негізі осы азық-түлік қымбаттайды дегенге байланысты біздің әріптесіміз Маржан Нүсіпбек қалалық базарлардың біріне барып байқап көрген еді. Көрерменге де қызық болар, ендеше бірге көрейік. Не қымбаттады? Әдетте жыл басында жалақы көбейетіні бар. Инфляция мөлшері, өмір сүру деңгейі тағысын тағылар есепке алынып, халыққа төленетін төлемдер артады. Бірақ халық ақшамыз көбейді деп қуанып та үлгермейді. Себебі жалақымен жарыса, азық-түлік бағасы да қымбаттайды. Бүгін біз бағаның қалай өзгергенін байқау үшін базарға келдік. Картошкалардың бағасы қаншадан? 80 теңгеден. Сәбіздердің килограмм қаншадан? 70 теңгеден. Сатушылар камераны көрген соң ба, бағаларды сұрағанымызда ойлана жауап берді. Кейбірі картоптың бағасы 65-70 теңгеден басталатынын айтты. Көбінің сөзінше жаңа жыл қарсаңында әсіресе жеміс-жидектер мен қияр қызанақтың бағасы көтерілген. Ал халық азық-түліктің ішінде ет пен картоп және жұмыртқа бағасы айтарлықтай қымбаттағанын байқаған. 1200-1300-ден алатын еді, қазір 1600-1700-ден алып жатырмыз. Қазір обыкновенная птица 850-900, а птичье филе стоит 1700. Оның қасында натуральный ет қымбат деп ойлаймын. Декабрьдің аяғында қымбаттаған. Бүгін мен мысалға бір жұмыртқаны, бір нені 900 теңгеге алдым, бір лотокты. 30 теңгеден. Картошка қымбаттаған. Енді пенсиямыз қанша 12%-ке өсті деп жатыр, а мынаның бәрі одан да көп. Оны мына жақтан президент жоғарлатып жатса, мына жақтан бұлар да жоғарлатып жатыр. Оның түк несін пайдасын көріп жатқан жоқпыз. Ал статистика комитетінің мәліметінше азық-түлік бағалары 2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылдың желтоқсанында 5,1%-ға өскен. Мысалы, 2018 жылғы желтоқсанда күріштің келісі орта есеппен 318 теңге, қарақұмық жармасы 316 теңге болған. Ал қанттың орташа бағасы 243 теңгеге жеткен. Көкөністерге келсек, картоптың келісі 86 теңге, қырыққабат 101 теңге, пияз 77 теңге, сәбіз 98 теңге. Нарықтағы азық-түлікке қатысты өзгеріс әзірге осы. Енді қалай өзгеретіні уақыт еншісінде. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы Қайырлы таң үшін.